11 перзентіне де Абайдың және оның жақындарының есімін қойған ана. Қазақтың бас ақынына осылай құрмет көрсеткен ардақты жан бүгін Таразда өткен «Сен Абайды оқыдың ба» атты дөңгелек үстелге қатысты. Философ ақынның 180 жылдығына арналған жиыннан әрмен қарай әріптесім әңгімелейді. Абай қазақтың ұлы ақыны, ағартушысы, жазба әдебиеттің негізін қалаушы. 170-тен астам өлең мен 56 аударманың авторы. Оның қаламынан бірнеше поэма мен қара сөздер туған. Абай аудармаларының арқасында әлем әдебиеті классиктерінің шығармалары қазақ тілінде жарық көрді. Биыл ұлы ойшылға 180 жыл. Ұлы Абайдың 180 жыл туған күнінің тойы, міне осыған орай бүкіл елімізде түрлі тәрбиелік шаралар өтіп жатыр. Шарада жастарға белгілі ғалымдар, Тараз мемлекеттік университетінің ғалымдары, колледждің, Абай колледжінің атында нелер белгілі оқытушылар Абайдың өмірі мен шығармашылығына байланысты тәрбиелік нелер айтты. Жиында 11 перзентіне Абай Құнанбайұлының ұрпақтары мен жақын туыстарының есімін қойған көп балалы ана қатысты. Ол жиналған жастарға балада ат қоюда мұқият болу керектігін айтуда. Себебі адамның аты болашақта оның тағдырымен байланысты болады деген сенім бар. Жолдасым Абай роман әкеп берді, бірінші, екінші бөлім. Осыны оқы, тамақ істейсің ба, жұмыс істейсің ба, уақытында мына тынбай оқы. Бұда барлығы бар. Балалардың бәрін осыдан бастайын деп сол ақылбайды қойды. Содан кейінгі балаларды екінші баланың Ділдә деген қызды қойды. Одан кейін үшінші Айгерім, Мақыш, Гүлбадан, Абыш, Кәкітай бәрі бар. Солай ұлжан ең кішкенде кен жаздым. Одан кейін сол балаларым аты бәрі жақсы ат қой, аруақты кісінің аты. Ал соның жолдарын берсін деп ұрымдап, кейін немеремді Абай деп қойдық. Сол өмірлері бәрін оқыттық түгел білімді. Іс-шара соңында жастар Абайдың өлеңін оқып әндерін шырқады. Гүлзат Сейдоллақызы, Серік Істілеуұлы, Айқын ақпарат.